Мейлі күндер жырыл қағып тез өтсін, мақсатыңа жетсең ғана жетсің. Біреулердің ізін қайта басқанша, өзің салып жүрген жолға не жетсін деп, даралықты жырға қосқан ақын, журналист Ғайсағали Самиғоллаұлы Сейтақ 1982 жылдан облыстық Орал өңірі газетінде тілшіліктен бас редактор орынбасарына дейін жолдан өтті. Қазақпарат халықаралық ұлттық ақпарат агенттігінің Батыс Қазақстан облысы бойынша меншікті тілшісі қызметін қоса атқарып келеді. Қазақстан жазушылар және журналистер одақтарының мүшесі. Төлеген Айбергенов атындағы сыйлықтың лауреаты. Тұңғыш жарық көрген маңдай өлеңдер жинағы мен 2020 жылы жаңғыртылып басылған қасиет қонған қара жер жыр жинақтарының арасы оның ұдайы ізденіс, толығу үстінде келе жатқанын аңғартады. Қаламгер өлеңмен қатар Исатай мен Махамбет, Сырым би, Әбілқайыр хан жөнінде тарихи дастандарының авторы. Ақын сонымен қатар салауатты өмір салтын белсенді ұстанады. Волейбол мен велосипед, ал қыста шаңғы спортын серік еткен мейманымыз көпке үлгі. Қаламгер, танымал тележурналист Мұнайдар Мұхамбетжанұлы Балмолданың авторлық телебағдарламалары жұртшылыққа өлкеміздің арғы бергі тарихы мен салт дәстүрінен, мәдениетінен сыр шертеді. Әдебиет әлеміне поэзия арқылы қадам басқан қаламгердің прозадағы талпынысы да әр алуан жанрда көрініп келеді. Кинорежиссерлік қырынан да өзін көпшілікке танытып жүрген Мұнайдар Мұхамбетжанұлының осыған дейін бірнеше көркем фильмі жарыққа шықты. Бірнеше әндердің бейнебаянын түсіріп, режиссерлік етті. 2006-2010 жылдары Көк бөрі, Ақ тұлпар атты өлеңдер мен әңгімелер жинағы оқырман қолына тисе, 2017 жылы 14 атты тұңғыш тарихи романы жарық көрді. Ақынның қаламынан туған танымал әндер де жетерлік. Әсіресе автордың Димаш Құдайбергеннің орындауындағы «Махаббат бер маған тағдыр» әні әлем жұртшылығына таныс. Сондай-ақ балаларға арналған «Туған жер», «Ана», «Бақытты балалық шақ» тақырыбындағы әндері балабақша мен мектептердің ән сабағында үйретіліп, шырқалып келеді. Журналистің публицистикалық мақалалары мен прозалық дүниелері республикалық басылымдарға жарияланып тұрады.